жас ұстазбын. Биылғы оқу жылында алғаш рет ұлт ұрпағының тәрбиесіне араласып, ұстаздық жолындағы зор жауапкершілікті сеніммен қабылдадым. Мен үшін ұстаз болу орындалған арман. Бұл адам баласының болмысындағы ең аяулы һәм мәртебелі мамандық. Себебі барлық ғылым мен мәдениет, өнер мен дарын ұстаз деген таусылмас білім бұлағынан бастау алады. Сонау бір өлең жолдарында ғалым да, шахтер де бас иетін, ұстазым бар сенің қасиетің деп бекер айтылмаса керек. Оның үстіне Тобыл-Торғай өңірінде ұстаздық ету бір мәртебе. Себебі дәл осы қасиет қонған құтты Қостанай жерінде Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы сынды алаш ардақтылары, қазақтың көзін ашқан қайсар ұлдары дүниеге келген. Сол аруақты бабаларымыздың ізін жалғау үлкен мақтаныш. Дегенмен биыл бір өкініштісі оқушылармен жүздесу бағы бұйырмады. Жер бетін жаулаған індет салдарынан қуанышымыз көпке ұзамады. Мектеп қабырғасын аттап, сарауыз балапандарға қанатымен су сепкен қарлығаш іспетті, оқушыларды білім нәрімен сусындатсам деген арманым жүзеге аспады. Қашықтықтан білім беруді ғана қанағат тұттық. Телефонға телміріп, теперіш көргеніміз жасырын емес. Бала жүрегіне білімді құю бір бөлек, алыстан түсіндіру бір бөлек дүние. Ұстаз бен оқушы арасындағы осы бір керемет байланыс, үйлесім тек осы 90-да ғана қайта орнықты. Мен бірінші рет мұғалім ретінде мектепті балдырғын аттап, білімге құштар оқушыларымның жүзіне қанықтым. Орманына оралған бұлбұлдай мектептің сәні мен әні кіріп ажарлана түсті.